Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге үй жағдайында лавашты қалай жасау керектігін айтатын боламын. Негізінде сатып алғаннан қарағанда өзіңіз істегеніңіз тиімдірек, әрі өзіңіздің ойыңыздағыдай болып шығады. Қараңыздар, видеода қандай жұмсақ әрі сынбай, оның үстіне жұқа болып шыққан. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге тұз қажет болады, одан соң қайнап тұрған ыстық суымыз, сұйық майымыз қажет болады. Оны жақсылап тұзы ергенше араластырып, ұнымызды салатын боламыз. Ұнды екі бөлікке бөліп саламыз. Бірінші осылай бір бөлігін салып, жақсылап араластырып, одан кейін екіншісін салып, осылай жұмсақ қамыр шығаратын боламыз. Одан кейін оны міндетті түрде осылай пакетке орап қойыңыздар 15-20 минутқа. Тынған қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп, олардан дөңгелекше жасайтын боламыз. Менде тостағым кішкентай болғандықтан осылай кішкене болып шықты. Егер сіздерде үлкен болса, тостақтарыңыз одан да үлкен қылып жасаңыздар. Менде бұдан 8 штук шықты. Енді олардың бетін пакетпен жауып, бірінен соң бірін жұқа етіп жайыңыздар. Міндетті түрде арасында ұнтақтап тұрыңыздар, өйткені бізде қамыр жұқа болғандықтан жабысып қалады. Ендігі кезекте қызып тұрған табамызға майымызды құйып, жақсылап майды жан-жағына жағып, қамырымызды жақсылап жайып алыңыздар. Осындай шариктер пайда бола бастағанда екінші жағына аударыңыздар. Осылай бірінен соң бірін барлық лаваштарымызды пісіріп аламыз. Міне бізде лаваштарымыз дайын болды. Енді кезекте осылай сүлгімен немесе пищевой пленкамен жақсылап орап 15-20 минутқа қалдырыңыздар. Міне бізде осылай жұмсақ болып шығады. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.